білім, мотивация, тарих, талдау. Елбасы кітапханасы жаңа буындағы ақпараттық идеологиялық кешен. Назарбаев орталығы британ сәулетшісі Норман Фостердің жобасы. Елбасы кітапханасы ел дамуының даңғыл жолын куәландырған біздің тарихымыз. Өткен жылдың өзінде 300-ден астам түрлі бағыттағы іс-шара өтті. Мемлекет басшысының бірінші резиденциясы бүгінде Елбасы кітапханасының музейі. Бұл ғимаратта ел дамуына қатысты аса маңызды шешімдер қабылданған. Әлемнің алпауыт мемлекеттері басшыларымен тарихи кездесулер өтті. Бүгінде президенттің жеке мұрағатында мемлекет басшысының қызметі туралы 196 мыңнан аса құжат сақталған. Елбасына шет мемлекеттер басшылары берген наградалар мен сыйлықтар, жеке мүлкі, қолжазбалар, 33 экспозициялық зона, барлығы 11 мыңнан аса жәдігер. Елбасының жеке кітапханасында 31 мыңнан аса кітап бар. Бұл жинақтарды мемлекет басшысы 60-шы жылдар басынан бастап толықтыра бастады. Раритет басылымдар, әлемдік бестселлер, әлемнің аса көрнекті саяси және мәдениет қайраткерлерінің қолтаңбасы бар кітаптар. Кітапхананың талдау орталығы бұл заманауи сарапшылық қауымдастық. Әлемдік деңгейдегі ғалымдар адамзаттың дамуы жөнінде болжам жасайтын халықаралық пікірталас алаңы. Жастарға арналған ынталандыру дәрістері мен семинар тренингтер. Дәрістер өскелең ұрпақты заманауи адамға қажетті қасиеттерге баулыды. 4 жыл ішінде 18 мыңнан аса адам оқыды. Біз жастармен және жастар үшін жұмыс істейміз. Елбасы кітапханасы мен оның жобаларына жыл сайын 750 мыңнан аса адам қатысады. Бірегей қор, ғылыми зерттеулер қорытындысы, инновациялық технологиялар. Мұның барлығы ұлттық құндылықтар. Елбасы кітапханасының Назарбаев дәуір тұлға қоғам жылжымалы көрмесі көшбасшымыздың өмір жолы мен тәуелсіз Қазақстанның жаңа тарихын бейнелейді. Көрмелер, халықаралық конференциялар, кәсіби сессиялар, көшпелі экскурсиялар, шеберлік дәрістері, президент оркестрінің концерттері. Жоба бұған дейін Алматы, Шымкент, Атырау, Ақтөбеде өтті. Елбасы кітапханасына қош келдіңіз. Болашақ бізден басталады.